Сәлем достар, бұл Антистан Брос. Жылына бір рет қылып тұру керек. Қиын емес та, бір кайфта өмір сүрген. Тәңіршілдер алға. Мама, папа, мен сендерге сәлем жолдаймын. Негізі өзі тәңірші емес. Классное мероприятие, заряжает энергией. Тәңірлік таным арқылы біз Еуропаға шығарамыз. Тәңірлік таным біздің ежелгі көне өркениетіміз, мәдениетіміз, онсыз біз ешқашан ұлт ретінде қалыптаспаймыз, ұлт ретінде жоғаламыз. Ең бірінші цивилизация. Қазір қасқыр болып жатыр. Жылқы ғой бұл, жылқы. Сәлем достар, бұл Антистан Брос. Өкінішке орай бүгін оператор жоқ, өзіміз шығып келе жатырмыз. Алматының кеші сағат 8 болып қалды шамамен. Қазір бір The Spirit of Tengri деген жыл сайын болатын музыкалық фестивальге бара жатырмыз. Шөптердің арасына өтіп кеттік, талдың арасынан. Тәңіршілердің мейрамы бүгін. Тәңіршілердің мейрамы The Spirit of Tengri деп. Қазір мынандай белгілерді көп көрулеріңіз мүмкін. Деген ұлтшылдар осылай жүреді. Әртүрлі ұлттардың тарихи аспаптарын, солардан шыққан сиқырлы музыканы, мистикалық әуендерді тыңдайтын боламыз. The Spirit of Tengri деген Тәңірдің рухы деген ғой, иә? Тәңірдің рухы. Адам аз ғой, Жо, нормально? Менірек көбейе май. Кешігері вообще көбейе. Амызға жаңа клиент келді. Алмаңыз аға. Антистан Брос келе жатыр, драйв болады қазір. Сұрапыл биік, сұрапыл секірулер дегендерлер. Жылына бір рет қылып тұру керек. Негізі көп Фейсбуктағы достарыңызбен біз осы жерде жолыққан болатынбыз. Қазір сол достарыңызды табуға тырысамыз. Жалпы тәңіршіл деген қандай ол? Не ол? Қандай түсінік, таным ба, дін ба, не ол? Айтады ғой, бөрінің тәңірісі бар деген сияқты. Тәңіршілдік деген бұл біздің қазақтың ислам келмей тұрғанға дейінгі дүниетанымы, философиясы. Оны бір дін деп алуға болмайды, себебі бұл жерде андай бір шектеулер жоқ та. Өзіңнің дала заңымен өмір сүресің, қалағанша өмір сүріп, ең бастысы жаңа біреудің ала жібін аттамау, аманатқа қиянат жасамау, еліңді сатпау деген сияқты қарапайым адами қағидалар бар. Ол ондай бір қиын емес та, бір кайфта өмір сүрген. Өмір сүрген кайф, еркіндік. Еркіндік. Сен шектеп, так өміріміз Қазақстанда оңай емес.
байқағандарыңыздай бұл жерде өте әртүрлі әр алуан адамдар жиналған. Әр алуандылық енді сұлық. Афроамерикандықтар, мүйізден тастан жасаған нәрселер. Достар, сонымен біз келесі сұхбатымызды Тілектен аламыз. Тілек досымыз осы Қазақстандағы неше түрлі тілінің бәріне кіріп, соның ішінен шығып, бәрін көріп шыққан адам. Сондықтан да қазір тілінің бәрін көріп, осы тәңіршілдікке тоқтады. Соның сырын білейік. Тәңіршілдік деген не жалпы? Дін ба, таным ба? Тілектің жалпы осы концерт туралы, Тенгри FM туралы, Тенгри The Spirit of Тенгри туралы ойын білейік. Жалпы тәңірлік таным ол біздің атам заманға байырғы қалыптасып келген, содан ислам мәдениет келген кездегі жоғалып кеткен мәдениет. Бұл мәдениет әрине біз ол мәдениетке оралуымыз керек, өйткені біз ол ұлттық ерекшелігіміз. Тәңіршілдер алға, тәңір деген жақсы дейді. Қазір қасқыр олып атыр. Жылқы ғой бұл, жылқы. Ғалеке, ассаламайкум. Қалай жатыр? Қалай жатыр? Көркем боласың? Ғалеке, екі ауыз сөз айтып жүрсең. Ютубқа. Бәрі жақсы. Қалай болып жатыр? Жылда келесің ғой, Жоқ. Өткен жылда келдің ғой? Алдыңғы жылы келдің. Алдыңғы жылы. 2016. Нұрлан ба? Біздің достарымыз. Көркем Абылаева, Серғазы Бекмұрат, Ғалымжан Оразымбет, Нұрлан Жанай және досым Абзал. Әлеке, сіз жылда келіп тұрасыз ғой? Жоқ, жылда емес. Былтыр келе алмай қалдым. Бір-ақ жыл. Негізі болып жатқанда 5 жыл. Осы екінші рет келдім. 2016-да бір рет келгем, одан кейін 2018 былтыр келе алмай. Арнайы келесі ол үшін. Несіне оны айтсың? Айырмашылық бар ма или? Не айырмашылық? Жоқ. Состав жоқ. Займир екеуміз көрдік. Замира екеуі. Анымау ятқа саналады тұлға ма? Иә. Депутат па, әнші ма? Қалаулым деген шоу. О, астағфиралла. Не айтып отырсың? Көп Құран арасында дамыған, түркі халықтарының арасында кең тараған бұл таным. Башқұрт, Татар, Әзірбайжан, түрік сияқты халықтарда, бауырлас халықтарда ноғай бар арасында. Енді сізбен танысу болады ма?
Қанасы яп қалды. Несі бұл жерге концертке келдіңіз ғой, жылына келіп тұрасыз ба? Вы каждый год сюда приходите? Впервые, да? Сколько вы уже здесь? Вам понравился концерт? Чем понравился? Как? Вдохновляет? Один год вас ждали. Вы завтра, да, выступите? Да, мы в 6. Все, спасибо. Вы классные. Жалпы тәңіршілдердің қатарында бізде Тынышбай Әбдікәкімді тануға болады, көптеген адамдар бар. Тәңірлік таным арқылы біз Еуропаға шығамыз. Тәңірлік таным біздің ежелгі көне өркениетіміз, мәдениетіміз, онсыз біз ешқашан ұлт ретінде қалыптаспаймыз, ұлт ретінде жоғаламыз. Сондықтан біз ислам мәдениетін емес, тәңірлік мәдениетін дәріптеуде соған шығуға ұмтылуымыз керек деп түсінемін, өз басым жеке пікірім. Тәңірлікті қандай ұлттарда қолданады? Жалпы қандай таңым бұл қандай ұлттарға таралған? Тәңірлік жалпы таным бұл дін ретінде емес, таны ретінде қарау керек. Бұл жалпы түркі халқына ортақ. Қазір тәңірлік таным сынатын Алтай халықтары бар, Ресейде басым көпшілігі әлі де сол жаңағы тәңіршілдік сынатын. Ал былайғы көбісі жаңағы буддизм мен исламды қабылдап кетті. Ал тәңіршілдікке негізгі аспабы қобыз, ағашқа ақ байлау, умаяна, отқа май тамуды, ол біздің әлгі қазақта әлі өзінің құндылығын жоймай келе жатқан дәстүр. Ол біздің өзіміздің өмірімізге кіріп кеткен, және біз оны шығара алмаймыз. Егер біз тәңіршіліктен, яғни тәңіршілік демей ақ қой, егер өзіміздің ұлттық болмысымыздан ажырайтын болсақ, біз ұлт ретінде жойыламыз, ұлт ретінде жер бетінен жойылып кетеміз. Міне оның біздің ерекше қасиетіміз осы. Қайсыңыз? Нормально. Алматыда ма? Шыңғыс деген досыңыз бар, Шыңғыс. Monitor! Are you ready, Kazakhstan? Міне, естіледі. Мама, папа, мен сендерге сәлем жолдаймын. Дұғай. Сен жұмыстарың қалай жатыр, Лимон? Нормально ма? Біздің неміздің бір саласы бар. Бизнестің тек-шорт саласы бар. Сенде қанша жер бар жалпы көлемі? Лимонның. Көп қой өте. 3 гектар, 5 гектар, 10, 100, қанша гектар? 10-нан асып. Данияр Тажымбет бауырымыз ұлы мерекеге келіп қалды. Тәңіршілдер мейрамына. Мықты бар. Негізі өзі тәңірші емес, бірақ сонда да Ханафи мазхабындағы жігіт. Сонда да келді. Ауызы беріп, ауызын ашып келіп отыр. Ауызын ашқаннан кейін музыка тыңдап, басқаға насыр себебі болады. Мынау бейтаныс қыз жаңағы танысып артымыздан қалмайды өсеңіз. Достар, біздің тәңіршілер концерті жалғасып жатыр. Өздеріңіз байқағандай өте әртүрлі ерекше адамдар жиналған. Бұл жерде афро-америкалықтарда, үндістерде, қытайларда, орыстарда, еуропалықтарда барлығы әртүрлі адамдар жиналған. Жалпы барлығы еркін, сондай досы қарым-қатынаста тамаша көңіл күйде өтіп жатыр. Бұл жылда өтетін үрдіс. Биылда емес, осыншымен біз 4-ші жыл қатысып жатырмыз. Биылғы концерт былтырғылардан өте жақсы, ерекше, жаңадан қосылған топтарды көріп жатырық. Сонымен қатар адамдардың пікірін біліп көрейік. Олар не ойлайды осы концерт туралы? Кеттік. Вы каждый год приходите в этот концерт? Да, стараюсь. Чем отличается этническая музыка? От современной? Да всем. Смотрите, какая атмосфера. Атмосфера свободы. Кайф. Вам атмосфера, да, нравится? Нравится. И музыка нравится, и наш город нравится, и Тенгри ФМ нравится. Сегодняшний день был просто фантастический. Вы каждый год приходите? Нет, первый раз. Я только что прилетела из Душанбе, из командировки, и решила посетить, буквально только что с самолета. Мне очень понравилось. Я люблю этно-рок, я люблю этно-музыку, но больше всего я люблю Led Zeppelin. Жылда келесіздер ма осы концертке? Жоқ, бірінші рет келдік. Несімен ұнап жатыр концерт? Жалпы ұнап жатыр ма? Я бәрі ұнап жатыр. Несімен ерекше? Музыка ұнап жатыр, және музыканттар бізге... Короче, нам здесь все нравится, абсолютно. Жыл келесіз ба? Я келем. Вам понравился концерт? Очень. Вы каждый год приходите? Да, каждый год уже второй. И мне кажется, это фестиваль, на котором заряжаешься
очень большой энергией, которая питает себя целый год на следующего фестиваля. Нравится этника, нравится то, как ее обрабатывают в современном стиле. Это интересно и нравится. Ну, танцевать можно, круто. Вот. Ну и вообще интересно узнать, кто как исполняет музыку из народов таких вот Азии. Вот. Это интересно и круто. Я рад, что проводят такие вот масштабные мероприятия и то, что на них можно танцевать. Уникальность, оригинальность. Каждый может найти свой ритм. Весело? Вы каждый год приходите в этот концерт? Да, каждый год. И чем она вам нравится? Да, очень нравится. Что вы знаете о тенгрианстве? Но мне кажется, это сходно с язычеством славянским. Тенгрианство — это поклонение силам природы. Вы каждый год приходите в этот фестиваль? Да, каждый год прихожу на фестиваль. Чем она вам нравится? Ну, во-первых, я репрезентую себя как богиню Центральной Азии, Катикуапай. Да, это реинкарнация богини Умай. Вот, ну как бы на себя показать и людей посмотреть. Ну и музыка очень, конечно, нравится. И энергетическая обстановка. А вы много знаете о тенгрианстве? Ну что-то я постоянно почитываю, но я не могу сказать, что я вот знаю вот столько или вот столько. Ну, в общем, я в курсе. Ну это лучшее мероприятие города, я считаю, да. И много вы знаете о тенгрианстве? Да. Ну это философия больше, чем религия. Вы каждый год приходите в этот концерт? Вот, я третий раз. И чем она отличается от других? Если честно, сейчас еще не успел быть, только что пришел. Ну да, по-моему, первые 2 раза улучшалось. Да, каждый раз интереснее, интереснее. Ребята с пробежки только, вот, как раз на музыку. Шикарное мероприятие. Какой год уже смотрим, это прекрасно. Это замечательно. Классное мероприятие, заряжает энергией, настроение поднимает. Очень интересные штучки еще продаются, посмотреть, понаблюдать. В принципе, фудкорт хороший, я очень довольна. Вы каждый год приходите? Нет, я не каждый год. Меня Венера пригласила, она вот каждый год. Я впервые, да. Вам понравилось, да? Да. Біздің жерімізде осындай фестиваль болған бекер емес. Тек қана қазақтың жерінде, кең далада әрбір ұлт, әрбір мәдениет қосылып отырғанда, сондықтан біздің жеріміз болашақта ең бірінші ел болады, ең бірінші мақсат, ең бірінші цивилизация. Сен білеміз, жыл сайын концертті жібермей келіп тұрасың. Осы концерт туралы бір-екі сөз айтып жүрсің. Бұл концерт өзім келіп жүрген міне қатарынан 4 жыл, 3 жылдай болды. Жиі тыңдаймын, өзімнің жаңағы аудио мен жаңағы запистерімде бар, бүкіл өзім жиі тыңдап жүремін, маған ұнайды. Өзімді бұл жерде еркін сезінемін, және де өзім сияқты тыңдайтын, осындай жақсы көретін адамда бар екен, қатты қуанамын. Рахмет, осымен сұхбатымыз аяқталды. Ал біз концертті, фестивальді тамашалауды жалғастырамыз.
тенери, корчоны, корбустаны, корчайдушкины солоды, курлапалганы, агаборганы, явай, агаборганы, далекижи, тенерин, дези, корбустаны, корчозы, коруй, абай, коруй, Percussion!